алтын. Bir екі-үш домбырам бар аға. Мынау концертке шығатын домбыра ма? Концертке. Концертке бөлек қоя. Ана шығар ойнайды. Күйді де ойнай бересің. Өзіммен бірге талдықорғанға барамын. Söylеп тұрғанымда домбырағы. Иә. Жасталғайда заманда солай болып тұрма. Бірталайдан бері мен көп ешқайда бармаймын. Қазір жүріп тұру да далаға шығу да оңай емес. Баяғыда сенің атам айтатын еді Әзірбаев. Мырзатай, осы жұрт қызық. Мені баяғы кенен дейді ғой деймін. Шақырса шауып жүре береді ғой. Бүгінде маған жүріп тұру мұң болған жоқ па дейді ғой. Ол кезде мен бермедік, жаспыз ғой. Енді сонымен басыма келді қазір. Қазір жұмысты қойдым. Енді Құдай елді аман қыл, бала шағын аман қыл деп. Солдың еле тілегінде отырған адамым. Құдайға шүкір, ел бар, жұрт бар. Жалғыздық орнаған жоқ менің басыма. Бала шаға бар. Сол інілерім, қарындастарым, үлкен өнердің иелері. Анда-санда кезек-кезек келіп, бірі күй тартып, бірі ән айтып, сөйтіп көңілім тарқатып кетеді. Мен ризамын. Мен енді шамам келгенше өнерге аз қызмет жасағаным жоқ, қызметімізді солай болды. Сонда кездескен, сонда бірге қызметтес болған бауырларым бәрі. Біреуін олай, біреуін бұлай деп ешқайсысын бөле алмаймын. Бәрінің де көңілі ақ, жүректері таза, осының үшін мен риза боламын. Енді бүгін мінекей осы жиі келіп, маған сәлем беріп тұратын қыздардың ішінде әнші, біздің жыршы Айгүл Елшібаева. Басқалар да бар келеді ол. Ал енді домбырашылардан келетін сол Тұрар Әліпбай. Атақты күйші, профессор, өзі үлкен азаматтығы бар. Жақсы көремін Тұрарды. Тұрар домбырасын арқылап бүгінде келіп қалған екен. Соны Алла қаласа тыңдасам деп отырмын. Ағайдың жақсы, өзіңіздің жақсы көретініңіз Қазанғаптың күйлері ғой, әсіресе сүйіп тыңдайтыныңыз. Қазір мен айтып бір-екі ауыз сөз айтайын. Сен Тұрар дұрыс айтып отырсың. Мен енді Құдайға шүкір қазақта домбыра ұстаған, домбырадан құдіретті күй шығарған күйшілер аз емес қой, бәрі бар. Мәселен, Құрманғазы, Дәулеткерей, әрқайсысы ешкімді домбырадан, күйден шаршатпайтын адамдар. Дей тұрғанмен кейде бізді артық айтатын да жағдай бар. Кейде күй атасы Құрманғазы, ән атасы Әміре деп жатады. Ал Құрманғазыдан да бұрын күйші болды ғой қазақта. Әміреден де бұрын әнші болды қазақта. Сондықтан мен егер айтуға болатын бізді күй атасы Қорқыт деймін. Қорқыт енді әркімнің өз талғамы ғой. Менің талғамымда Қорқыт атамыздан кейін мен екінші орынға Қазанғапты қоямын. Қазанғаптың көкілі, Қорқыттың қоңыры. Бұл екі күйге жететін менің ұғымда өзім пайымда күй жоқ. Және бұлар бұл екі күйде қазақтың болашақ тағдырын айтып кеткен күйлер. Сондықтан
егер айтуға болатын болса, мен енді күйетасы қорқып деп ойлаймын жарықтық. Сондай қазаққа, біздің ұлтымызға, түрік дүниесінде сондай асылды берген Аллаға ризашылығымыз білдіруіміз керек. Құдайға шүкір. Ар жағынан қаптаған күйшілер бар. Бірінен бір өтеді. Біздің де бүгінгі заманда өзіміз қатар жүрген, қасымызда жүрген ініміз, сыйлас ініміз Тұрарды да мен сондай күйші деп есептеймін. Сондай үлкендердің қатарына жақындатып қоямын. Әсіресе Тұрар келген сайын сол Қазанғапты сұраймын. Мына Жамбылдың айтатыны бар ғой, пірім менің сүйінбай деп. Сол сияқты осы біз сыйынатын пірлердің бір күйде осы Қазанғап деп ойлаймын. Қазанғап мен бұрын ойлаушы едім, осы ешкім жөнді зерттемеген деп. Жақында Қазанғап туралы бір хабар болды Абай каналына. Қатты риза болдым. Сөйтсем, Қазанғапты зерттеушілер көп екен. Соның ішінде өзіміздің қолымызда істеген, қызмет жасаған Аягөзде. Кезінде Қазанғаптан диссертация жазған ол. Бірақ диссертациялық кеңес тарап кетті да, соның жұмысы қорғалмай қалды. Аягөз жақсы сөйледі. Сосын шынымды айтсам, айызым қалды менің сол әңгімелерден. Бірінен соң бірі. Жаңағы шәкірттердің ұрпақтары сөйлегенде. Сондықтан ішінде маған ұнайтын сөз қолынан үйренген шәкірттер дейтін бар ғой. Мен енді өзім ноты білмеймін, содан ба? Мен нотаны онша көп қалай бермеймін. Өйткені біздің балалар домбыра тартқанса нотадан шықпайды. Ал күй деген бір домбыра творчество ғой бұл. Сондықтан еркін тартатын, сол бармағымын көлдететін күйшілерді тәуірірек көремін. Мұнаны да жақсы көремін әрине. Сондықтан қош келдің айналайын. Жасың ұзақ болсын. Әмин, айтқаныңыз келсін. Сол мынау енді көкілден бастайын аға, рұқсат болса, Қазанғаптың күйі көкілде.
шекпен осынша сөйлету, зар илету, адамның бүкіл тұла бойына шымырлап тарату не деген құдірет. Мен сол күйшілерді сондай бір Алланың бір бере салған құдірет деп есептеймін. Мына мен жас кезімнен әуес едім, армандадым. Бірақ Құданың құдіреті соның бір реті келмеді, сәт түспеді де мен домбырашыда болғым келді. Жас бала кезінде әр нәрсені ойлайсың ғой, әуес боласың, домбырашыда болғым келді. Енді соның реті келмеді, бірақ өзім қара жайауым болып жүрді, шаршатпайтын өзімді, жалықтырмайтұғын. Бірақ қазір жас ұлғайғаннан кейін, жас 90-ға да келдім. Ұлғайғаннан кейін бұл қалды қазір. Қазір домбыра ұстаймын. Домбыра маған бағынбайды. Оның үстінде Құданың құдіреті, ақкөңіл адаммын. Қолымнан пәлен жүр өзіммен бірге жасап келатқан Романенконың домбырасы қолымнан шығып кеткеннен кейін бір тіпті домбыраға да салқын болмай қалды. Не деген құдірет деді, сол домбыра қолымнан шығып қимас жерге кетті, қолымнан шығып баратқанда жыладым. Жыладым, шын жыладым. Ал оның соның құдіреті Романенконың домбырасының құдіреті. Қолыма жайлады. Жайлы жұмсақ өзі. Біз бір былқылдап отырады, жорға сияқты болады. Енді Құдайға шүкір өздерің барсыңдар тұрар. Қазір ылғи көшеде көрсем, қобыз ұстап, домбыра ұстап арқалап келе жатқан балаларды көресің, қыздарды көресің. Соған қатты риза боламын. Демек, бұл домбыраның да, қобыздың да келешегі өте зор. Өлмейтін мұра, өлмейтін өнер бұл деп ойлаймын. Көп жасайын алайын. Өмір ғой. Соны өлтірмейтін адам біреу сенсің. Ағайдың домбырасымен. Мынау аға сіздің домбыраңызды ұстап отырмын, жолаушының істеген домбырасы екен. Енді өзіңіз білесіз ғой, жаңағы айтып отқан әңгімелеріңіздің бәрі дұрыс. Бұл өмір, дүние, өзіңіз кітапта жаздыңыз дүние шіркін деп, әнде жаздыңыз дүние шіркін деп. Енді менің сізге шығарған күйімді де білесіз дүние шіркін деп. Енді біреулер айтады, мынау енді Абыз ағамыз ғой деп. Сол енді сізге қанша не арнасында көп сізге дейді ғой. Осына дүние шіркін деген күйді мен келген сайын әйтеуір бір орындап берем. Сізге де осыны қазір бір тағы да орындағым келіп отырмын. Дүние шіркін деген. Сізге арналған күй ғой. Маған арналғандықтан да емес шығар. Бұл мен осы күйді көзің айтқандық емес. Мен соны ұлылардың шығармасының қатарынан атайды. Рахмет аға. Жақсы. Дүние шіркінді ойнап берейін енді.
қазақ Толғауға ғой, толғау. толғау. Қазақ мынау қаншама байтақ жерді алып жатқанменен қазақтың өнері де бәрі тілі де ортақ. Иә. Қазақтың тілінде айырмашылық жоқ. Бірақ енді қалай дегенмен әр өңірдің мына жер ойлы қырлы, көлді, теңізді, өзенді деген сияқты, орманды деген сияқты әр елдің өзінің тұрған жеріне байланысты, табиғатына байланысты музыкасында әрқайсысының өз ерекшеліктері бар. Мен осы күйді тыңдағанымда артық айтқандық емес, мен өзім пікірім ғой. Бүкіл Қазақстанды аралағандай болады. Желмаяға мініп. Иә, мына ішінде Маңғыстауда бар аға, Бәрі бар. Қызылордада бар. Аны 8 күй арнапты. Сізге ба? Иә. 8 күй. Мен енді кейбіреуін ұмыта бастадым. Біреу кім ғой? Жанғали. Жанғали, я білемін ғой. Жанғали. Біреу Аягөз. Біз өзімде мән бермей жүрмін, бірақ Аягөз өзінің тартып күйіне мен 80 жылдығында тартты. Күйі жақсы Аягөз. Аягөз. Аягөзді көргенде Аягөз осы дүние шіркінді қайта сұрап қоймай жүр. Мен айтып берем дедім да енді. Иә. Сол не осы күйге ғашық болды ол кәдімгідей. Аягөз ойнайды енді. Енді Аягөздің былай енді дыбысы мол. Ана бұрын Ақсөлеу көрмеген екен. Аягөз. Bir жолы Ақселеу қызметке алған кезін бірге жұмыс істейміз, қасымнан тастамаймын. Сол бір күн бір кеш болды да бір концерт бергіздім аяғына. Сонда қазір Молықбайдың қобызын көп іздедім. Соны түсіп қуалап ақыры сол кезде Ақсуайдан ауданында Ғалым Тұрғанбаев дейтін азамат басқарды, райком бірінші секретары болды. Сейітқазы дейтін, Сейітқазы мен Серік Қажы деген сол Қызыл танк сақбоз. Ілиястың туған жері ғой. Сол Қызыл танк сақбоздың үлгілі дейтін бөлімшесі. Сол бөлімшеде Ілияс туған сөйтілген жүр. Сол Серік Қажы сақбоздың директоры. Мен бар бәріміз жаңағы жиен шар болып келеді екен кемпір. Қобыз ала алмай. Бірнеше рет бардық қусаңдалып. Сол енді мен айтамын, қанша балашаға жақыныңыз бар, бәрін оқуға түсіріп дейді. Ғалым Тұрғанбаев ауданының әкімі айтады, сіздің сұрағаныңыздың бәрін беремін. Серік Қажы айтады, апа жылда бір соғым беріп тұрамын деп. Сонда қашқақтатты ғой. Бермей жатыр сонда. Бермей. Ол менің қапалдақ қызымның қолында деп. Сандалып қапалға да бардық қой. Ол кісінің апамның осындай әдеті бар. Менің қолымда емес қой онда. Өзі ұстап отыр ғой, неге айта салмайды дейді. Қайтып келеміз ғой. Онда жоқ болды ғой апа деп. Ойланып қалады, келіңдер деп. Көп азаптандық. Бірақ алдық. Түсінген ғой енді. Иә. Бақтыбайдың да домбырасы. О да бір жиен шара әйелдің қолында. Зорға барып, Талдықорған ауданында. Зорға барып, қайта барып. Апа ең болмаса көрсетіңізші деді. Сонымен көрсетті. Ақ матаға орап, сөйтіп қойған екен. Ол кісі бұл қолымнан шығара алмаймын мен мұны деп баланы, соның жақын туысы сөзде бір облыстық бір бөлім басқаратын еді. Соны қатынасым жақсы еді, соны салып жүргейді. Оны да алдық. Кейін әлгі президент орталығына келгеннен кейін Абылайдың алтын зерлі қамқатомы, Қазбек би атамыздың шапанын бәрін алып жүрудің бәрі азап қой.
кейін сонда ана жаңағы Қазбек би атамыздың шапанын алғаннан кейін Төле бидің шапанын ізіне түстім ғой. Ізіне түстім, қанша рет бардым. Қазіргі Төле би ауданында Түркістан облыстың сол жерде бір ауылда тұратын апайдың қолында. Мен облыстың әкімнің орынбасарында апардым. Жаныстан шыққан жақсыларды апардым, бәрін, байларды. Береміз деді, ананы да береміз. Сосын мен апа дедім, осы Қазақстан, Орта Азиядағы атағы шыққан білімпаздарды, молдаларды ақырып, имамдарды ақырып шақырып, Құран оқытып аламыз деп. Өйткені ол Төле би қайтыс болғанда шапан бөліске түскенде шапан баласына бұйырған екен. Шапан көрдім зорға дегенде. Тура Абылайдың шапаның материалы. Содан оны көрсетті. Ана Абылайдың шапаны ұқсап, арасына темекі мақұлық салып тастаған. Жаңағы құрт бір күйе түспесін дейді ғой. темесіне күйе түспесін деп. Сонан енді апармаған адамым жоқ. Бермеді. Сонда жаңағы шапан жарықтық Төле би бабамыздың баласына түскен екен. Сол алғаннан кейін қырынды болған тозайын деген шапан. Соны ол қайтадан тіктіріп өзіне шалбар тігіпті. Шалбар тіктіргеннен кейін көп кешікпей бүкіл пәленбай жылқысы ордан құлап өлді. Сол жаңағы кісі айтады да, біз енді бұны қолымыздан шықса бұл қырыламыз біз деп бермей қойды. Бірақ жаздым, мақала қылып та жаздым. Ал енді шапан сол жерде тұр. Айырылып қалмауымыз керек шапаннан деп. Күтіміз жоқ шапанның. Мына жерде күтеді ғой енді. Мемлекеттің қолына тисе мемлекет күтеді ғой. Жолан деген баласы бар ғой. Өзі жаңағы дипломаттық тәрбиелеген Ташкентте де сөйткен баласы. Сол Жолан алғанда шалбар тіктірген ғой. Күйге кезек береміз. Қазанғаптан тағы бір күй айнайын аға. Әбден. Ана ұршықтың жұрттағы алған деген күйі бар. Бір көшкенде кемпір жұрттағы ұмытып кетеді ғой ұршығын. Соны ұршығым деп зыр жүгіріп жүргенде жаңа Қазанғап естіп, сонда ана кемпірдің несіне жаңа бір қозғалысына шырылдап жүргенде ұршықтың жұрттағы алған деген күй шығарған ғой. Соны орындап берейін.
кішкентай ғана кей жаңағы кемпірдің жыр жүгіргенін салған ғой. Кемпірдің өкініші де бар. Иә. Балжан қызға неше үйге арнаған? Балжан қыздың енді 45 жасы деп айтады енді. 35 жасы дейді, 25 жасы дейді. Балжан қыздың 18 жасы дейді, 17 жасы дейді. Мен соның ішінде 18 жасымен шығарып ойнап берейін қазір. Өзі іргей бір.
қалай ол бәрі суреттеген жүрісін Көз алдыңа келеді, былтырап жүрсті. Мұң бір алған. Енді ғашық қыз ғой аға, ғашық қыз. қашық қойын, сол қызда күткен ғой енді. Күткен анау 13 жасында, не қылады, 13 жасында деп, 15 жасында жаңағы сөз байласып кетеді ғой. Иә. Кейін келем деп. Сонымен күтеді. Әне жүреді, не жүреді, ауылда 3 жылдай жүріп қалады да. Келсе жаңа тұрмысқа шығып атқан үстінен шығады ғой. Содан жаңағы Бағжан енді аға менен кінә жоқ, күттім. Деп содан маған енді сіздің неңіз өмір бойы маған күй шығарасыз деп. Содан жаңа мынау не қылғаны ғой, 18 жасар Бағжан қыз деп ойнағаны. Осы күйді тартып бірінші орын алған аға, сол тойда. Сосын біраз күн жүріп қалады Қазанға. Содан енді отырып енді ауылына кету керек қой. Ана қыз ұзатылып бара жатыр уже. Сонда сау бол Бағжан деп ойнаған күйі бар. Сау бол Бағжан деп. Оны тек қана айтпайды, күйді орындайды да кете береді. Оны Бағжан бұзып қалады бірақ. Енді сау бол Бағжан деген күй. Соны ойнап берейін. Жақсы. Иә? Мынау жаңа сау бол деген ғой. Иә, иә. Деп домбырамен сөйтіп сау бол деп қоштасып кеткен екен апамызбенен. Өзі біздің апамыз екен Бағжан деген. Бағжан деген кісі. Бізге жақын сондай. Мынау Қарақалпақстан жақта болған ғой. Сол жаңағы. Ана Қазанғаптың күйлерін тартатында жігіттер айтады ғой. Бағжан апамыз сіздің апаңыз, жақын апаңыз деп. Қазанғаптың ғашық болған несі. Енді ғашық болатындай қыз болу керек деп ойлаймын. Енді сұлу қыз болған ғой, байдың қызы өзі. Байдың қызы. Толқып отырған. Енді ана Құрманғазы бабамызға ұмытып кетпейік. Бірден көше аласың ба? Көше боламын. Адайын ойнайық. Жоқ, ана кішкентайды ойнайық. Кішкентайым ба? Жақсы.
Осылар өте іргей. осылар білімі жоқ уақығана не деген құдірет бар. Симфония. Жүз масқара тек. Жөн бөлек қой Құрманғазы атамыздың қай күйін алсаң да құлымның арқа жағына келе аламыз ба? Алдан бар керемет. Көкіл аға, көкілді ойнайын. Көкіл. Көкілден де қанша ойнаса да адам Жалықпайды. Тыңдай бересің, тыңдай бересің. шіркін-ай осындай бір күй шығарар ма еді, көкіл сияқты. Жер жаңа шықты аға. Ой бәрекет. өте қалай шеріңді тарқатады. Не деген адам жарықты. Солардың оқымаған жақсы болды. Дұрыс айтасыз аға. Оқымаған дұрыс болмады. Оқығанда бәрін білдіреді ғой. Білдіреді. Қалай енді өзінен өзі құйрықты бол. құйылып жатыр. Мынаны өзгерте алмайсың да. Бірдеме қоса алмайсың да. Ештен қоса алмайсың, ала алмайсың. Ала алмайсың, қоса алмайсың. Мынау Ақселеу кейде күй тартатын еді ғой. Көңілді сияқты тартшы өзінде де. Саусағы сүйрікте өзі. Жап жақсы арқаның күйді шертеді.
bir жол жаңа айтып ұмытып кеттім да. Соны кеш өткіздім, аяғы концертпен бітті. Концертте жаңа аягөз күй тартты. Сонда Ақсүйрек ерекше үйіп тыңдап, маған ана күйді аяқтағаннан кейін айтады, мырза, мына қыздың саусағы қандай тәтті деп. Аягөз, молодец. Әйтеу, жүгіріп сәлем беріп тұрады, ағалап тұрады. Бәрекелді. Ана Иранда елшікте жүргенде бүткіл балаларға домбыра тартқызатын. Сосын, иә, елшіліктің балаларының бәрі домбыра тартатын. Қазір олар қайтып кетті ғой да? Қайтып кетті, иә. Сонда бұл ерінбейді. Өзі әшейін сол домбыра үйренсін дейді. Ана неге балаларға жету үшін 1,5 сағат барады. Сосын қайтып келу үшін тағы 1,5 сағат. Сосын аягөз саған керек па десем, маған керек дейді. Олар тарту керек дейді. Патриот бұл. Не бұл, анау. Бәрі өнердің несі осы, ана үйренсін дейді ғой балдар. Сол бүткіл елшіктің қыздары, қыздар көп сол жерде. Домбыра тартып жүреді. Осы мынау салтанат қалай? Салтанат, консерваториядағы ма? Жоқ, Не ма? Күйді айтасыз ба? күйді айтып. Ой, керемет қол аға. Тұрады, мен айтайын. 1972 жылы Алматы Жамбылдың 25 жылдығы тойланды. Мені басқарып, онда Алматы тапқан бір секретары мені Кененді алып кел деп Кененге жіберді. Машина берді, гаи берді. Алып келдім. Үйде біздің елден келіп жатқан екі өнерпаз бар еді, ағамыз Төреқожа Қанқожаев деген, біреуі кім? Жаңа алдында тұрады. Өзі әнші, Зар қоспасар деген күйі бар. Мәді. Мәді Шәутиев. Шәутиев, е. Сол екеуі үйде жатты. Киімдері тозған, жөн ештеңе жоқ. Біз үйде апаның мамасы қолымызда ғой. Ол кісінің шеберлігі барады. Екеуіне көйлек, шибарқыттан костюм тігіп берді. Тойға апару үшін. Сосын бір күні кеште, сол той өткен күні емес, тойдан бұрын, бір күн бұрын үйге шақырдық. Төлегенмен жақсы едім, Мамбековпен. Төлеген шақырдым, Төлегенмен Өмірзақ Айтбаев деген академик біргелесіп келді. Сол жерде отырып, Төлегенге күй тартқыздық. Сол кезде Бозынген күй деген дауда жүрген. Мен оның мәнсіз сұрағым жоқ, өзінен өзі айтты. Мен ол кезде бірден соң бір күйін тартып атты. Өткенде бір Төлеген туралы бір кеш өтті телевизорда. Біреулер білгісін сөйлеп отыр. Осы анау университетте бір күйші бар ғой, Ысқақов па біледі? Кім ғой? Біләл Ысқақ. Біләл Ысқақ. Сол кісі кішкене қисықтап айтты. Енді ойындағы шығар, бұзайында жоқ. Мен өз аузынан естіген адаммын ғой. Иә. Көрдіңіз ғой? Көрдім ғой, көрмегенде өте жақсы болдық біз. Кейін мен министр болдым ғой, оқу министр болғанда помощникке айттым, сен ана Созақта Төлеген тауып қойсыншы маған, звондап айт дедім. Сөйтсем айтады, аға таттық, бірақ Төлеген қайтыс болып кетіпті. Сөйтсе, бұл біздің күйші Төлеген емес, Төлеген Момбек деген бір аудандағы исполкомның орынбасары бар екен, сол қайтыс болды. Содан қайтадан келіп айтты, аға тірі екен деп. Біз келеміз, сонда айтып қой деп. Сонда ол жерде әңгіме басқа, біздің үйде отырып айтқаны. Дау болып жүр, анау деген жоқ. Соғыс жылдары мен онда неде Қызылотауда істеймін деді. Түйеге бір мал аралаймыз.
Жұмсақ құмның үстінде былқылдатып, түйемен жүрем, сонда қолым білет деген сөз есімде қалды. Қолым білет, бозінгенің білкілі осы ғой деп сол тартқан күйім еді деді. Өз аузынан естігенім. Екінші, салтанат туралы айтты. Тартып, сосын айтты. Сен білесің ғой, жеңген қайтыс болып кеткен қызым өзде кішкентай. Неден екенмен бірдеңеде жекідім деді. Салтанат жекіп ем. Босағада отырып періс қарап, апоп деп жылады дейді. Оят деген ая. Апасын сағынып жүр екен. Бекер ұрыстым ол деп домбырамды алып сонда осы күй шықты екен. Өзінің аузынан естіген сөз. Төлегеннің енді әруағы риза болсын. Кейін жақсы қатынасып тұрдық. Біреулер жібереді, бәріне қолымнан келгенше жәрдем бердім. Төлеген жіберді деп келеді. Момын кісі еді, үндемейтін. Сөйтейді. Домбыра тартқанда мен ылғи байқаймын, тырп етпейді. Ана шәміл құсап толқып кетпейді әбілтайымыз. Шалқақтап. Былқ етпейді. Сосын кейін Құданың құдіреті. Төлегеннің күй қолынан емес кеудесінен шығатын сияқты естіледі маған. Былқ етпейді өзі. Қозғалмайтын кісі. Қозғалмайды, құдірет. Онда салтанат. Салтанатты. Мықты ойнайтын адамдар бар ғой, ана Жәкеңдер мықты ойнайды енді. Мені ойнап берейін сізге.
төресі. Әдемі шыққан күй аға бұл да. Енді өзің айтқандай, көкіліп тартқанда сен кәдімгі жайлаудардай жайылып сала бересің кең. А мынада напряженно отырдың, бір-екі жерден байқадым мен. Иә аға. Бұл жерде енді Несіпбек дұрыс айтып отырсыз аға. Бұл енді мен қаныма сіңбеген күй ғой. Шындығын айту керек оны. Бұны Жанғали мықты тартады бұны. Жанғали тартады. Оны осы бір жол үйге келіп маған. Аға, сізде Романиктің домбырасы бар екен ғой. Тартайыншы деп келдім деді. Бір Әмістің тұқалым аты жөнін күйші өзі бойы ұзын бір әдемі жігіт, Семейдің жігіті сол. Семей, Байбек па, бек болсын, бай болсын, бек болсын. Бай болсын, бек болсын. Ол Семейге қазір ол культураны басталып кетіпті ғой. Сол келді бір күні. Қолда домбырасы жоқ. Мен оны университетте бір кеш өткізіп жүретінін білетінмін. Аға, сізде Романиктің домбырасы бар екен. Менің білгенімше Қазақстанда бар. Көп болса үш кісінің қолында бар деп. Соң келді. Ұстасам қайтеді деп. Жоқ, ұстай ғой, жағымды. Танымаймыз. Тартты. Сол тартқан күйінің бірі осы салтанат болды. Сұмдық тартады екен. Салтанатты әдемі тартты. Мен оқушым болды. Мен оқушым. Менен бітіріп. Айбек. Мен оқушым ғой. Сонда сонан естіген әңгімем аға деді. Кімді секенде Романиктің екі домбырасы бар екен ғой деді. Біреуін сатты $1 миллион деді. Мен оны көргенім де жоқ, оны білмеймін де өзім. Сол жаңа Айбектен естігенім. Сол тартып айызғанды өзіне. Ана жорға ғой, жорғалай береді. Мен де ойнадым ғой менен. Ана 80 жылдығыңыздың тойыңызда мен сол менен осы дүние шіркінді ойнадым ғой. Ана Қазақстанда. Қазақстанда концерт алды. Сол Сәкен Мейрамбекке сыйлады ғой романикасын. Мейрамбек Бесбаевқа сыйлады ғой, сыйға берді. Солай ма? Домбырасын. Мейрамбек күйші о да. Ой, мықты күйші ол деген. Иттің баласы өзі көрікті. Мейрамбек па? Ана, мен президент мәдениет орталығында директор болып жүрдім ғой. Сол өзде бір оңтүстікке қазыналы жер ғой, Қаратаудың бойы деп оңтүстікке ана Мақтагет жағына, Жетісай жағына баратын болдық. Түгел музейді көшірдім. Бүкіл әншілерім бәрі осы менде о кезде. Мен деген әншілердің домбырасы да бар. Солар қызы бар, жігіті бар. Солар бәрін алып көшкен елдей болып. Сол жерге бардық. Музейдің көрмесін жасады. Соны ел енді қатты риза болды. Сонда концерт берді ғой кешке жігіттер, қыздар. Сонан бір кезде өзім естіп қалдым, орнымнан тұрып шығып балаларға рахмет айтайын деп сахнаға баратқанмын. Сонда бір топ орнынан атып тұрып, не отырсыздар, түсіріңдер. Кім Мейрамбек кетіп қалды деп. Жаны қалмай қыздар сөйткен. Өзі естіп қалдым құлағымда. Өзі әдемі жігіт қой. Иә, өзі мықты музыкант ол. Мықты әнші. Мейрамбек мен жиенім. Жиенім. Бұның әйелі, шешесі Қамқа дейтін кісі. Әйелінің шемші. Қамқа бір кезде арқада болыс болған кісі екен. Болыс болған кісінің қызы ол. Құлақ естімейді, сақаулау. Біздің жаңа бұның нағашы атасы. Біздің ағамыз ұста, бір қисық қыңыр кісі үндемейді.
Avulda o gözde жаңа мәгәзін жоқ. Балта, балға, күрек, айыр, кетпен соның бәрін соғыс жасайды. Пышақ. Сол жеңгеміз ұлтуған төлеген деп атын қойды, менімен құрдас еді. Онан кейін Базарбай деп қойды. Онан кейін бір баласы туды, Сансызбай деп қойды. Онан кейін бір бала туды, Шегебай деп қойды. Сонан кейін мен онда университет бітіріп, жұмыс істеп жүрген кезім, ауылға барғам, көшеде айқайлап жүріп, өзі сондай кісі еді. Мен енді ұл тумаймын. Мен қыз туамын енді. Қыздың атын Жібек деп қоямын деп. Қыз Жібек деп. Сол ақыры бір әулие сөз. Қыз Жібек деп, қыз туды да атын Қыз Жібек қойды. Мынау сол Қыз Жібектің қызын алып отырған. Кімдер Мейрамбек пе? Мейрамбек. Біздің өте жақын ағамыз еді жаңа атасы. Қыз Жібектен туып отыр ғой. Қыз Жібектен туып отыр ғой. Қыз Жібектен. Мамасы Қыз Жібек қой. Иә. Бұлар мен ауылдаспыз. Екі колхоз Ақтөбе Ошақтымыз, көрші колхоз Қарашеңгел дейді. Ащы көлдің жағасында отырады. Ауылымыздың арасы таяқтастан бер. Қыпшақтар олар. Сөйтіп олға аралас құралас болып, жаңа 4 колхоз бір жиынға барғанда, біз Ошақ Қыпшақ ортасынан бірдеңе шығарып апарады. Соны енді аңшылық дейді қазақшасы. Сонысын ойнап берейік. Аңшылық бер. Енді бұл Дәулеткердің істелі бөлек қой. Бұл енді төре, жаңағы төре қағыстармен отырады.
келді. Bir тұтас біз. Тұтас, аха. Осы төре ғой енді. Төре, бұл жеңіл қағып отырады аға. Мына жерден шығармайды, саусақ ұшымен қағып. Ана Құрманғазда мысалы деген кетеді ғой мұны. Кетеді. Мынада бұл кісі кәдімгідей Мінезге байланысты болады. Иә, мінезге байланысты. Құрманғазы атамыздың біраз мінезді болу керек өзі. Иә. Енді Құрманғазыдан бір ойнайды аға. Әбден. Анау Бажма деген үлкен төреген ойнайды. Бажма енді циклді күй ғой. Диннаның Бажмасы. Бажма деген үлкен күйшіге арнаған ғой бәрі деген. Түркештің Бажмасы дейді, Дәулеткерейдің Бажмасы дейді. Енді Құрманғазының Бажмасы. Бұны Рысбай ағай орындаған, Мұхаптан алған ғой, Қабиқ ұжынан. естіген сайын маған бір топтан жеке шығып келе жатқан бәйге. Иә, дұрыс айтасың. Шамсын елестетіп бар. Ойлы қырлы жермен, тегіс жермен келеді бар. Зулап келе жатқан сияқты бар. Ең қиын күйлерінің бірі осы. Бажма деп тартқан ғой. Бажма. Мен жаңа аңшында естіп жүр екем. Да? Атын жөнін білмеймін, бірақ естіп жүр екем. Аңшылық. Бұл күйде. Көп ойналмайтын күйлер ғой аға. Иә, аңшылық қояды. Аты аңшылық, охота деп тартқан ғой. Әлгі балбырауын деген сияқты екен. Иә, иә. Балбырауын. Енді сірән
Тәңір жарылғасын қазақша айтқанда. Әмин аға, рахмет. Жасың ұзақ болсын. Алжымай қартай. Бала шағаңның бейнетін көрме. Әмин аға. Жақсылығына соның тоймай жүр. Көргенің жақсылық болсын. Әмин аға. Жамандықтың бәрі сені айналып кетсін бәрі де. Әмин. Қатарың аман болсын. Отбасың аман болсын. Әмин. Құдай бергеннен жазбасын. Әмин. Алла тағаланың жақсылығы көп болсын. Сені азаматтығына ризамыз. Дүние ішкінде өзім енді бір рахаттанып, Бұның кейде отырған кезде бір сағыныш болады. айтуға кетсін классика. Өзімді өзім мақтап қояйыншы деймін да кейде.
Bu evde aslında benim bugün jorgan siyahtım. Iya. Қолдың ана төлеген ағамыз айтпақшы апамыз. Қолдың өз ойнайтын gibi bu. Tölegen kolum bilek değil. Ya, қолдың. Kolum bilek.